Кез келген кәсіпкер өзінің кәсібін масштабтағысы келеді. Кәсіпті масштабтау үшін адамда қандай білім болу керек? Менеджмент бойынша біраз нәрселерді ол білу керек, бірақ негізгі бірінші нәрсе кәсіпті масштабтау үшін кәсіпкер өзінің кәсібін өте жақсы тану керек. Егер кәсіпті мысалы мемлекетке теңейтін болсақ, Қазақстан Республикасын жақсылап тану үшін не керек? Қазақстан Республикасының картасы керек. Картаның ішінде облыс, аудан, қала бәрі жазылып тұр. Мен сол картаны білсем ғана мен Қазақстанның неден құралатынын, қаншаға бөлінетінін, қандай облыс, аумақ, қала және де Қазақстан ішінде өмір сүре аламын. Тура сол сияқты кәсіптің де картасы болады, қаңқасы болады. Қанша облыс, қанша қала, қанша аудан сияқты компаниямда қанша бөлім, қанша бөлімше, не, қалай бәрін прозрачно көрем, түсінем, оқи аламын. Осы нәрсені түсінген кезде ғана мен өзімнің кәсібімді масштабтаған кезде қалай басқаратыным маған түсінікті болады. Егер мен бұл нәрсені көрмей тұрып кәсіпті масштабтайтын болсам, мен міндетті түрде қателесемін. Компанияның қаңқасы жоқ болған кезде компания масштабқа шықпайды. Шыққанның өзінде қадалады. Өйткені бағыт бағдар жоқ, общий көзқарас, түсінік жоқ.